Сәлеметсіздер ме? Мен сіздермен бүгін мектеп пен ата-ана арасында ынтымақтастық туралы өз тәжірибеммен бөліскім келеді. Бәріміз білеміз, мектеп, оқушы, ата-ана бұл бір-бірімен тығыз байланыстағы үштік. Біздің жұмысымыздың басты мақсаты мектеп пен ата-ана арасында тиімді серіктестік орнату, оқушының жан-жақты дамуына қолдау көрсету. Міндеттері ата-аналарды оқу тәрбиесінің үрдісін тарату, бала тәрбиесіне бірлескен жауапкершілік, психологиялық педагогикалық көмек көрсету. Күтілетін нәтижелеріміз сенімді серіктестік, оқушылардың үлгерімі мен тәртібі жақсарады, ата-аналардың белсенділігі артып, жағымды мектеп ортасы. Бала тәрбиесі мектеп пен ата-ананың бірлескен еңбегінің жемісі. Сол себепті мен өз жұмысымда ата-анамен тығыз байланыс орнатуды айрықша мән беремін. Бұл бағытта жұмысым 4 негізгі арна арқылы жүзеге асады. Бірінші бағыт ақпараттандыру. Қазіргі заманда ата-анамен байланыс орнату тек дәстүрлі жиналыстармен шектелмейді. Біз заманауи технологияның мүмкіндігін тиімді пайдаланып, мектеп етус платформасы, WhatsApp топтары менен мектептің ресми парақшалары арқылы үнемі ақпарат беріп отырамыз. Әрбір ата-ана өз баласының оқу үлгерімін, жетістігін және алдағы іс-шараларды дер кезінде біліп отырады. Бұл мектеп пен ата-ана арасындағы ашықтық пен сенімділіктің айғағы. Екінші бағыт психологиялық педагогикалық қолдау. Ата-аналармен бірлесе отырып, түрлі семинарлар мен тренингтер ұйымдастырамыз. Мұндай кездесулерде бала тәрбиесінің маңызды мәселелері талқыланып, психолог пен педагогтер кәсіби кеңес береді. Әр ата-ана жеке сөйлесіп, баланың дамуын қатысты пікір алмасып, бізге ортақ түсіністік пен сенім орнатуға жол ашады. Үшінші бағыт ата-аналардың қоғамдастық қалыптастыру. Мектебімізде белсенді жұмыс істейтін ата-аналар комитеті бар. Олар түрлі әлеуметтік, мәдени жобаларға қатысып, мектеп өміріне өз үлестерін қосады. Ашық есіктер күні өткізіліп, ата-аналар оқу ордасының тыныс-тіршілігімен жақынырақ танысады. Кейбір ата-аналар жаңа бастамалар ұсынып, өз идеяларын ортаға салады. Бұл біздің бірлесе өсіп, өркендеуіміздің белгісі. Төртінші бағыт бірлескен іс-шаралар. Ата-аналар балаларының өміріне белсене араласып, ашық сабақтарға, спорттық және мәдени іс-шараларға қатысады. Өз баласының сахнада өнер көрсеткен сәтін көрген әр ата-ананың жүзінен қуаныш пен мақтаныш сезімін байқаймын. Бұл ең үлкен марапат. Мен өз сыныбыммен жиі мерекелік кештер менен әдеби бағдарламалар ұйымдастырамын. Осындай шараларда ата-аналарды сахна төріне шақырып, бірге өнер көрсету ерекше дәстүрге айналған. Себебі бала үшін ата-анасының қолдауы ең үлкен мотивация. Ал мен үшін олардың қуанышты жүзін көру ең үлкен сый. Кей әріптестерім ата-ананы мектепке тарту қиын дейді. Ал менің тәжірибемде бұл мүлде керісінше. Егер ата-анамен жылы сөйлесіп, оның уақытын бағалап, ыңғайлы уақытта шақырсаңыз, ол міндетті түрде келеді. Себебі әр ата-ана баласының болашағын бейжай қарамайды. Шынайы ықылас пен өзара сыйластық бар жерде ынтымақтық пенен нәтиже де бар. Сыныптарымыздың бірі арасында бір жылағымыздан келіп алды, қуанып қалдық. Осы балдарымыздың үйренеді. Кішкентай кезінен көп келатыр, осы бірінші бастан бері осы балдар бірге. Шүкір Аллаға, ата-аналардың да оқушылардың да ауызбіршілігі өте керемет. Қорытындылай келе, мектеп, оқушы, ата-ана үштігі табысты тәрбиенің кепілі. Ата-ана мен ынтымақтастық ортақ жетістіктің бастар жолы. Бәріміздің мақсатымыз бір. Ол баланың болашағының жарқын болуы. Назарларыңызға рахмет.